Қазіргі заманда адамдар әртүрлі тұлғаларды, әртүрлі кісілерді үлгі тұтып жүр. Бірақ бізге шынайы, нағыз үлгі болатын кісілер ол сахабалар. Сол сахабалардың бірі Мусаб ибн Умайр деген сахаба болған. Мүмкін тіпті қазір осы видеоны көріп жатқан кісілердің біреулері бұл есімді өмірінде де естімеген болуы да мүмкін. Мусаб ибн Умайр деген жас сахабалардың бірі болған және жас кезінде өмірден өткен. Бұл сахабаның анасы өте бай кісі болған және баласының жағдайын толықтай қамтамасыз еткен. Не қалайды, соны алып беретін болған. Әртүрлі иіс сулар, ол кісінің жаңағы киіміндегі иіс сулар ең қымбат деген, яғни мықты деген иіс сулар болатын. Ол кісі бір көшемен өтсе, мына көшемен Мусаб өтті деп айтатын болған. Ана иісті танығанның да. Киім десе киімі бар, иіс десе иіс су десе иіс су бар, барлығы бар. Бірақ сол сахаба Мусаб ибн Умайр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның исламға шақыруын естіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға шынайы иман келтіріп, ислам дінін қабылдайды. Бұл ісіне анасы қатты наразылық танытады. Соншалықты наразылық танытқаны бойкот қояды. Сен егер осы дініңді тәрк етпесең, онда мен саған бүгіннен бастап бірде-бір тиын бермеймін, еш саған көмектеспеймін дейді. Мусаб ибн Умайр бұл нәрсеге сынбай, соңына дейін берік тұрды. Жағдай сондай төмендеп кетті, ыстық күнде сондай бір амал жоқтан мына қойдың бір терісінен жасалатын сондай бір киімдерді кие бастады. Ыстық күнде. Ол араб елінде, білесіздер, Меккеде қандай ыстық мысалға да. Бірақ сол жас жігіт қандай өмір сүрген, кейін Алла тағалаға иман келтіріп, осындай бір қиыншылықтарға сабыр еткен. Содан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хижрет еткенге дейін, яғни Меккеден Мединеге бір жыл көшер алдын Мусаб ибн Умайрды исламға шақыруға жібереді. Бұл Мусаб ибн Умайр ислам дініндегі ең алғашқы елші болып саналады. Мединеге жіберген Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам. Мединеге барып исламға шақырады, Құранмен шақырады. Сонда сол Мединеде бірде-бір үй қалмайды ислам дінін қабылдамаған. Үйлер бұлай тұрсын, бір адамдар бұлай тұрсын, отбасы менен, кәдімгі тайпа менен Мусаб ибн Умайрдың қолында ислам дінін қабылдайды. Одан кейін Ухуд шайқасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мусаб ибн Умайрға не береді? Мұсылмандардың әскерінің жалауын береді. Сол жалауды кім алып жүреді? Мусаб ибн Умайр. Сол жорықта ол кісі шейіт болады. Мусаб ибн Умайр. Қараңыздар, қаншама адамдар соның қолында, жас жігіт ислам дінін қабылдады. Ислам дінін. Сол кісі жайында Абдурахман ибн Ауф деген ұлы сахаба болған, жәннатпен сүйіншіленген сахаба. Сол сахабаға қатысты мынандай бір хадис келеді. Ол кісінің алдында бірде тамақ алып келеді. Сонда сол тамақты көрген кезде Абдурахман ибн Ауф бай сахаба болған ғой, жылап жібереді, қатты жылап жібереді. Сонда неге жылап жатырсыз? Сіз жәннатпен сүйіншілендіңіз ғой. Неге сонша көзге жас алып жылап жатырсыз дегенде, білесіздер ме, Мусаб ибн Умайр Ухуд шайқасында қайтыс болған дейді. Ал Мусаб болса, ол менен әлде қайда жақсы адам дейді. Қараңыз, жәннатпен сүйіншіленген адам айтып отыр. Менен әлде қайда жақсы адам дейді. Сол кісіні жерлейтін кезде кебіні толық жабуға жетпеген. Бас жағын жапса, асты ашылып қалады, астын жапса, үсті ашылып қалады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға барып, я Расулалла, Мусаб ибн Умайрды кебіндеуге мата жетіспей жатыр дейді. Не істейміз дейді. Басын жапсақ аяғы ашылып кетеді, аяғын жапсақ басы ашылып кетеді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, басын жауып қойыңдар да аяқ жағына бір өсімдіктерменен толықтыра салыңдар деген екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Осы жағдайды еске алып Абдурахман ибн Ауф қатты жылаған екен да. Қараңыздар, қандай сахабалар болды. Дін үшін олардың осы ақыретке деген иманы, Аллаға деген иманы, махаббаты оларды бұл діннен тайдырта алмады, тура жолдан. Бұл дүние тайдырта алмады оларды. Олардың
жүректері толықтай Алла мен ақыретпен байланысты. Ал Алла тағала Құранда біздерге не дейді? وَتُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Сендер мына дүниені артық көресіңдер. Артық көресіңдер ақыреттен. وَالْآخِرَةُ خَيْرُ وَأَبْقَى дейді. Ал ақырет болса, ол мәңгі және әлдеқайда қайырлы дейді. Мәңгі ғой өйткені. Әлдеқайда қайырлы да. Соны бұл сахабалар нақты түсінген және соны сезінген, сол ақыретте жетістікке жету үшін бар күшін салатын болған. Сондықтан, құрметті мұсылмандар, біз осы секілді тұлғалардан үлгі алуымыз керек. Әсіресе мына дінді шоқты ұстағанмен тең болып жатқан заманда, осындай уақытта бізге осы секілді тұлғалар, сахабалар секілді тұлғалар бізге күш беру керек те, бұл дүниеге біз барынша алданбауымыз қажет. Яғни күнәға бейім болып бара жатсақ, осы кісілердің өмірін еске алып, нәпсімізбен күресуіміз керек. Алланың сөзі де осы Мусаб ибн Умайрға қатысты түскен еді. Сондай сахабаларға қатысты. Алла тағала не дейді? Минал муъминина риджалун садақу ма ахадуллаха алейх. Муъминдердің ішінде нағыз еркектер бар. Нағыз еркектер. Олар дейді, Аллаға уәде берген нәрсесінде шынайы болды, соны растады. Дінде берік болды. Елестеп қараңыздаршы. Ақыретте Мусаб ибн Умайр радиаллаху анхудың артында ана мединеліктер бар, тайпалар бар, қаншама адамдар бар. Солардың баршасы Мусаб ибн Умайрдің қандай адам болғанына куәлік етіп тұрады. Ислам дінінің өйткені олар сол Мусаб ибн Умайрдің себебімен, жас жігіттің себебімен не істеді? Исламды қабылдады. Сондықтан бізге нағыз үлгі болатын, бізге кумир болатын адамдар ол сахабалар. Алла барша сахабалардан разы болсын.